Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге арайлым. Бүгін сіздерге осындай дамды баклажан по-корейски салатының рецебімен бөлісемін. Алдымен қазақ тілді каналға тіркеліп, лайк басып қолдап кетіңіз. Видеоны соңына дейін көріңіз. Біріншіден айтайын, бұл салатты кешкісін дайындаған дұрыс. Ертеңгі күнге қонаққа немесе өздеріңіз жеуге жасасаңыздар болады. Себебі салатты жасап болған соң 5-6 сағат холодильникте тұнып тұру керек. Баклажанды осылай ірі-ірі қылып турау керек, және де оның қабығын ашпайсыздар. Қабығын ашсаңыздар, оны қуырған кезде баклажаныңыз езіліп кетеді. Баклажанды турап болған соң үстіне 1 шай қасық тұзыңызды салыңыз. Сосын барлығын жақсылап араластырыңыз. Баклажанды мыжғыласаңыз да болады. Сол кезде баклажаныңыз аздап жұмсарады. Араластырып мыжғылап болған соң оны қақпағын жауып холодильникке 1 сағатқа қойыңыз. 1 сағаттан кейін сіздің баклажаныңыз жұмсарып, суын бөледі. Сәбізді де теркадан өткіземіз. Теркадан өткізіп болған соң бұның үстіне 1 қасық тұзыңызды қосып, сосын араластырып, мыжғылап, оны да холодильникке салып қоясыздар. Ендігі кезек бізде пияз бен тәтті бұрышта. Бәрін соломка қылып тураймыз. Достар, рецептке қатысты толық ақпарат описание бөлімінде жазылып тұрады. Пияз бен тәтті бұрышты турағанша сіз өзіңіздің қуыратын табанызды газға қойып қыздыра берсеңіз болады. Енді туралған баклажанымызды холодильниктен алып, осылай сүзіп аламыз. Сосын оны қуыратын боламыз. Көріп тұрғаныңыздай осындай су бөлінеді. Енді қыздырылған табамызға баклажанымызды салып, оны қуырамыз. Баклажанды табаға салған соң оны араластырып тұрыңыздар, себебі оның асты жабысып қалуы мүмкін. Баклажан піскен-піспеген осылай вилкамен тесіп көрсеңіздер болады. Егер де вилкаңыз тез және де оңай кіріп кетсе, онда піскенін білдіреді. Негізі баклажан тез қуырылып піседі, шамамен 5-10 минутта. «5-10 минуттан кейін мінекей көріп тұрғаныңыздай баклажаным пісіп те қалды. Бәрін жақсылап араластырып, оны шанышқымен тағы да тексеріп шығамын, тесіп. Егер шанышқыңыз тез кіріп кетсе, онда сіздің баклажаныңыз дайын болды деген сөз. Дайын болған баклажанымызды табадан түсіріп аламыз. Енді баклажанды пісірген табамыздың үстіне пиязымызды салып, оны да қуырып аламыз. Пиязды қатты қуырып жібермейміз, оның сәл солғанын күтеміз. Солған пияздың үстіне біз тәтті бұрыштарымызды қосып, оны да қуырамыз. Пияз бен тәтті бұрыштарымызды араластырып тұрыңыздар, асты қатты күйіп кетпесін. Пияз бен бұрышымыз біздің осылай дайын болу керек, қатты оны қуырып жібермеңіздер. Дайын болған көкөністерімізді біз баклажанға қосып саламыз. Енді қуырылған көкөністердің үстіне біз сәбізді холодильниктен алып қосамыз. Салаттың үстіне 3-4 дана сарымсағымызды пресстен өткіземіз. Сарымсақтың үстіне біз дәмдеуіштеріміз қосамыз. Ол қара бұрыш және де қызыл бұрыш. Қызыл бұрышты өз қалауларыңызбен қоссаңыздар болады, азайтып немесе көбейтіп. Ары қарай біз соевый соус және де уксусты қосамыз. Менде яблочный уксус. Сосын 1-2 қасық қантымызды қосамыз.
Ең соңында біз кинзаны әдемілеп турап салатымызға қосамыз. Алдында айтқандай, бұл салатты кешкісін дайындап, ертесі күні қонаққа ұсынған дұрыс. Яғни салаттың дәмі ертесі күні одан да дәмдірек болады. Кинзаны турап, оны салатқа қосамыз. Сосын салатты жақсылап араластырамыз. Дәмдеуіштерді әдемі араласу керек. Мінекей біздің баклажан по-корейски салатымыз дайын болды. Бұл ертесі күні түсірілген видео. Көріп тұрғаныңыздай салат өте әдемі және де әртүрлі түсте көздің жауын алатын салат. Үстіне осылай кунжут дәнектерін сеуіп, қонақ шақыратын дастарханға қойсаңыздар, қонақ шақыратын дастарханын әдемі көркін келтіреді. Бүгінгі салат рецепт сіздерге ұнаса, міндетті түрде тіркеліп, лайк басып қолдап кетіңіз. Видеоның соңына дейін көргендеріңізге көп рахмет. Сіздермен бірге болған Арайлым, қош сау болыңыздар.